Баршаларыңызға сәлем достар, сәлем, бүгін мен Сникерс және достар. Мен өзім атым где-то бірнеше рет өзгерттім және енді достар осыдан кейін менің атым Сникби болады, себебі мен қанша рет уже бәлем бір рет атымды өзгерткен едім. Сол енді осыдан кейін атымды өзгертпеймін деп шештім. Себебі енді Сникби болды. Мен где-то атым бірнеше рет болды достар. Қанша рет ең бірінші атым қалай болды? Блин, ұмытып тұрамын. Иә достар, менің атым Зифил болды біріншісі, потом Юпитер 177, Али KZ, Али Базл, Сникерс, енді содан кейін Сникби болды. Иә достар, енді менің атым Сникби, сол себепті мен енді атам Сникби болады достар. Және менің атым туралы айтушым келген жоқ, мен атымды өзгерттім деп. Және мен фоткамды өзгерттім. Фоткам міне осындай болады. Және достар, мен сіздерге бір жақсы бір контент көрсетейін деп едім. Міне осы блогердің контентін, иә достар. Оның контенті өте разнообразный, өте бөлектеу кішкене. О да 8 подписчик болған. Қазір о да енді 15 подписчик, білмеймін ол қалай жетті. Мүмкін ол менен де өсіп кетеді. Және достар, мен бекер мұртты өсірмін. Алайша оның контентін енді мен сіздерді көріңіздер, мен ғана көрмеймін. Және достар, иә. Мен айта кетейін достар, неге менің каналымда аз подписчиктер олтыра алмайсыз достар. Соның каналына тіркеліп кеттіңіздер, міне қазір көрсету мүмкін. Мен дәл қазір осы жерде тұр. Және оның каналы кішкене разнообразный, жақсырақ, кішкене күштірек. Ода жарқын будущее бар деп өзім сенемін. Себебі менде жоқ, мен жай қызық ретінде болып жүрген жоқпын блогерді. Жай енді кішкене танымал болған. Жарты достар, ал енді мен кетейін үстін және баршаларыңыз салыңыздар. Что-то в синих конях не шашкоя. Так, сіздер көріп тұрсыздар, мен типа помощник болады. Или жай қатысым жай бір нәрсе достар. Және мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және баршаларыңызға салыңыздар достар. Сәлем болған, мен Сникерс және Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum.